Ассалаумағалейкум ағайын, бұл Заңзаңар компаниясынан білесіздер ғой, қазір көп жүр аресттерді, банкке қойылған, банктің счеттағы қойылған тиымдарды 3 күнде, 1 күнде, 3 сағатта алып тастайын деп айтып жатыр. Соның мәнісінде не жатыр? Мен соны сіздерге теп-тегін айтып берейін. Арест дегеніміз қандай жағдайда қойылады? Арест тек қана сот орындаушының қаулысымен қойылады. Сот орындаушы қандай жағдайда қойылады? Атқару ісі қозғалғанда. Атқару ісі қандай жағдайда қозғалады? Атқару құжаты болғанда. Атқару құжаты екіге бөлінеді. Біріншісі нотариустен берілетін атқару жазбасы, екіншісі сот актісімен сот актісінің негізінде берілетін атқарушылық парақ, атқару парағы дейміз. Ол сот бұйрығы болуы мүмкін, немесе сот шешімі негізінде берілетін атқару парағы. Мінекей осылар негізінде арест қойылады. Енді сол көп адамдардың айтатыны, жаңа заңгерлердің 3 сағатта, 1 күнде, 2 күнде момент сол жаңа арестті снимать еткізіп беремін дейтіндер мынаны айтады, мынаны үйретеді. Ол атқарушы жазба нотариустен шығатын, соның күшін жоюды. Күшін жою үшін не істеу керек? Мынаны білу керек. Атқарушы жазба жалпы келді үйге, келгеннен күннен бастап 10 жұмыс күннің ішінде оған қарсылық жазуға сіздердің құқықтарыңыз бар. Ол мерзімді өткізіп алуға болмайды. Негізінде менің пікірімде ол мерзімге қарамай нотариустер атқарушы жазбаның күшін жою керек. Бірақ өкінішке орай біздегі Қазақстан Республикасында нотариустерде, соттарда заңды басқаша түсінеді. Өйткені Қазақстан Республикасының жаңа нотариат туралы заңының талабында атқарушы жазбаға қарсылық келген кезде одан бас тарту негіздері қарастырылмаған. Неге? Себебі атқарушы жазбаға қай кезде болмасын қарсылық келіп түссе, оның даулы екенін білдіреді деген сөз. Өйткені атқарушы жазба даусыз талаптардың негізінде қабылданады. Мінекей осыған байланысты нотариат туралы заңында заң шығарушы орган, яғни парламент қарсылыққа бас тарту негіздерін көрсетпеген, мүлдем жоқ олар. Енді жақсы, оны қоя қойып, практикадан шығайық. 10 жұмыс күні ішінде сіз беріп үлгермесеңіз, онда нотариустер сізден бас тарту, атқарушы жазбадан күшін жоюдан бас тарту мүмкін. Сол себепті осы 10 күннің ішінде жұмыс істеп көруіміз керек. Қарсылықты қалай дайындаймыз? Қарсылықта өзіңіздің аты жөніңізді, жаңағы атқарушы жазбаны қашан алғаныңызды және онымен келіспейтініңізді, онда көрсетілген суммамен келіспейтініңізді, бұл жалпы өндіріп алушының, сонда көрсетілген өндіріп алушының талабы даулы екенін, дауласатыныңызды сотқа беру керек. Негізі ондайда мұндай осыған келіспеймін деп қысқаша жазып, қолыңызды қойып, бұрын нотариустен куәландыру керек болады. Мен ол кезде де шырылдап нотариаттық палата, республикалық нотариаттық палатаға, әділет министрлігіне де жазғанмын. Нотариат туралы заңның талабында қарсылыққа қолды қойғанда оны куәландырудың түпнұсқалығын қажеті жоқ деп, сонымен Аллаға шүкір, өкінішке орай сол кездегі нотариаттық іс жүргізу туралы қағидаларын енгізіп қойған болатын. Оны қолдың түпнұсқалығын куәландыру керек деп, бірақ ол енді заңның шегінен асып кетпеу керек. Өйткені бұл нотариаттық іс жүргізу туралы қағида, іс-әрекеттер жасау туралы қағида, ол туынды акті. Ал нотариат туралы заңның шеңберін асып кетпеу керек. Ол шеңберін асып кеткен болатын, оны қайтадан ретке келтірді. Сонымен қарсылықты дайындайсыз жаңағындай мазмұнда, оны нотариустен куәландыру керек жоқ, қолыңызды қойдыңыз. Енді не істейсіз? Суретке түсіресіз. Нотариустың исполнительный надпистің өзінде атқарушы жазбада нөмірі болады. Сол нөмірге WhatsApp желісі арқылы, электронды поштасы арқылы, электронды поштасы егер онда жазылмаса, Google арқылы тауып алуға болады, нотариаттық палата арқылы. Сол жергілікті жердің. Сөйтесіз, соған электронды поштасына және WhatsApp-ына жолдайсыз. Сосын қосымша почта арқылы с уведомлением дейміз, тапсырысты хатпен жолдап жібереміз. Мінекей осы әрекеттерді алған күннен бастап, олар ұмытпасам 3 күнде болу керек. Алынған күні ертеңіне ол атқарушы жазбаның не күшін жояды, не күшін жоймайды, сөйтіп ол туралы мәлімдеу керек. Жалпы нотариат туралы заңында көрсетілген 10 күннің ішінде берілген қарсылыққа нотариустердің бас тартуға тіпті құқысы жоқ. Өйткені сол мерзімнің ішінде адам қарсылық білдіргеннен кейін оның күшін жояды, ал өндіріп алушы сотқа жүгіну керек. Мінекей, сіздерге 3 сағатта, 1 күнде, 2 күнде аресттерін снимать етеміз дегенде осыны айтады. Түк қиындығы жоқ. Егер сұрақтарыңыз туындап, проблема туындап жатса, онда бізге хабарласыңыздар. Бізде ол атқарушы жазбаның күшін жоюды ұйымдастыру тіпті арзан. Сол курстарға маған өткен жолы хабарласқан адам, бізге кеңестерге жазылған адамдар айтатын көреді, 60 мың, 50 мың, 25 мың, 30 мың сондай төлеп, сол курстарды алады. Сөйтеді да, ол өзіне ол керек бола ма, бірақ ретінде істейтін нәрсеге сол курстарды оқып, шаршап жүреді. Негізінде біздерге хабарлассаңыздар, одан әлде қайда арзан бағада атқарушы жазбаның күшін жоюға болады. Кеңестің барысында осының бәрін айтып түсіндіреді. Сол курс 60 мың немесе 50 мың, 30 мың төлеп жүрген курстарыңызға бізге 2-ақ мың теңге төлеп кеңестен алуға болады. Немесе бізге атқарушы жазбаны
жасау, атқарушы жазбаға қарсылық дайындап, оны жолдауды тапсырсаңыздар да, соның барысында сол курстан алатын мәліметтен әлдеқайда көп мәлімет аласыздар ағайын. Бекерге жан-жақ ақша шашпаңыздар, қайдан нені алу керек екенін ойланыңыздар. Заңғар компаниясында біздер бекерден біз әу баста біздің компания ашылғаннан клиенттің қалтасын емес, клиенттің пайдасын ойлағанбыз. Сол себепті де біздің кәсібіміз өрге басып жатыр. Өйткені бізге нотариустер болсын, немесе өзге де органдардың таңғалатыны, неге оны өзі сұрақ қойған, неге сен оған шырылдайсың? Ақша сенікі емес қой, ол клиенттің ақшасы ғой, төлесін деп. Өйткені біздер нотариуске барған кезде көп деген сенім хатты бізде келісімшартқа отырған кезде өзіміз істейміз, нотариуске жібермейміз. Бұл бір, ол 3-4 мың теңгені үнемдеу, соның өзіне жібермейміз. Ал енді жіберетін жағдайда, онда біз жобасын дайындап жібереміз, және біз ол үшін ақша алмаймыз, жобасын дайындап жібереміз да, нотариустен талап еткіземіз. Үстерінен шағым жазып сөйтіп жүрген кездеріміз болды. Артық ақшаны алып қояды. 180 теңге алатын кезде 5 мың, 4 мың, 3 мың алған кездер болды. Сол кезде біз үстерінен шағымданып сөйткенбіз. Бұл нәтижесінде Алладан қайтады деп есептейміз. Адамдар да ризашылығын білдіріп жатыр. Сонымен ағайын, Заңғар компаниясын таңдау сіздерге қашанда тиімді. Ал енді неге қымбат, неге андай дейтін адамдарды мен шын мәнісінде түсінбеймін. Кеңестер біздің реально арзан. Сосын біздің кеңестерге 2000 теңге төлегеннен кейін диссертациялық мағлұматтарды талап етудің қажеті жоқ. Нақты нені керек, біз соған жауап береміз. Ол 2000 теңге ғана төлеп тұрсыздар. Сіздер құқықтық зерттеуге, талдауға төлеп тұрған жоқсыздар. Бізде құқықтық зерттеудің өзі онда үлкен сумма емес. Мен өзім білетін басқа компанияларда 5 мың немесе 10 мыңнан басталады. Біздің 2000 теңгеге беріп жүрген кеңестеріміз одан жақсы. Тіпті олармен бірдей болған күннің өзінде 5 есе арзан ғой олардан. Сондықтан бекерден бекер біз айыптамаңыздар. Егер де шынымен де біздің кеңестерімізді тегін алғыларыңыз келетін болса, онда біз қош келдіңіздер біздің әлеуметтік желілерге, YouTube-қа, Facebook-қа, VK-ға, Instagram-ға кіріңіздер, асықпай парақтап қараңыздар. Көптеген заңгерлік мағлұматтарды заң саласында өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғауға болатын көптеген мағлұматтарды аласыздар. Біз барынша көп салып жатырмыз. Өйткені біздің Заңғар компаниясының бастапқы шарттарының бірі, мақсаттарының, мұратының бірі мына құқықтық сауатсыздықпен күресу. Нигилизм дейміз, сонымен күресу. Барынша егер де біздің халық қаншалықты құқығы төмен болса, біздің мемлекетте соншалықты төмен болады. Ал егер де құқықтық сауаттылығы жоғары болса, онда біздің де мемлекетіміздің өркендеп дамуына керемет алғышарттар осылардан басталады. Сол себепті біз бүгінгі күнмен емес, немесе қалтамызбен емес, келешекпен ойлаймыз ағайын. Бәріміз де солай ойлауымыз керек. Мен әркез шырылдап айтып жүремін ғой, шағымданайық, шағымдану керек, құқықты қорғау керек деп. Бұл арыз қой болуға шақыру емес, мемлекетіміздің гүлденуіне, ертеңгі біздің ұрпағымыздың дәл осындай болмайтын проблемалардан шаршамас үшін айтып тұрмыз ғой. Бір жерден батпақ көрсек, аттап кете бермей, үстіне топырақ шашып кетейік, жол салып кетейік деген секілді нәрселер ғой. Әрбір шағым, жаңа қарсылықтар жазу, сауатты әрекеттер барлығы түптеп келгенде біздің мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің тамаша болуына алып келеді. Құқықтық жүйесі дегеніміз жалпы құқықтардың орындалуы, оның іске асуы, қамтамасыз етілуі, осының бәрін айтамыз. Сол ағайын, осы видеоны көптеген адамға таратайық. Бекерден бекер жаңа курстарға жазылып, ақшаларын құртпасын, осы видеоны көріп, өздерінің құқықтарын қорғайтын жағдайға жетсін ағайын. Жақсы, сау болыңыздар.